Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді бір ғана ашыған қамырдан осындай екі түрлі бауырсақ пен пирожкидің жасалу жолын ұсынатын боламын. Осындай бауырсақтар үлпілдек болып, күшті болып пісіп шығатын болады. Универсальный қамыр деп айтуға болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, оның үстіне жылы суды құйып, құрғақ ашытқыны саламыз. Ашытқының мерзімі өтпеген болуы және де балғын болуы маңызды. Және де дәміне қарай 1,5 ас қасық қант қосып, және де жарты ас қасық тұз қосып, жақсылап тұрып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне қажетті мөлшерде ұн қосып, жақсылап тұрып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдырамын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі выпечкалардың, торттардың, тәтті тамақ түрлерінің кез келген дәмді әрі оңай жасалатын рецепттерді таба аласыздар. Қамырды біріктірейін деп жатқан кезде осылай ерітілген сары майды қостым, немесе жұмсақ сары майды да, яғни бөлме температурасындағы сары майды да қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып, барлығын біркелкі етіп, орташа тығыздықта жұмсақ қамыр илеп алатын боламын. Осылай қамыр жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр болды. Енді крышкасын жауып, 1 сағатқа көтерілгенше бетін жауып қалдыратын боламын. Осы уақыт аралығында начинкасын дайындаймын. Мен начинкасына тек қана жұмыртқаның өзін пайдаландым. Сіздер кез келген картошкамен, капустамен, кез келген начинканы пайдалана берсеңіздер болады. Немесе жұмыртқаға көкпиязды араластырып жасауға да болады. Мен тек жұмыртқаның өзін ғана пайдаландым. Осылай барлығын жақсылап тұрып, турап алып, ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз, немесе бұрыш, кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Осы уақыт аралығында қамырымызда осындай үлпілдек болып көтеріліп дайын болды. Қамырдың осындай үлпілдек әрі күшті болып көтерілуі үшін ашытқының мерзімі өтпеген болуы, яғни балғын болуы маңызды. Сол кезде қамырларыңыз осындай үлпілдек күшті болып көтерілетін болады. Енді бұл қамырды алып, аздап ұн сеуіп, екі бөлікке бөліп, пирожкиге ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қамырдан кез келген пирожкидан бөлек бауырсақ немесе беляши сияқты кез келген заттарды пісіруге болады. Бір сөзбен айтқанда универсальный қамыр деп айтуға болады. Осылай өзімізге ыңғайлы етіп, өз мөлшермен бөлдім. Біркелкі шығу үшін таразымен өлшеп алсаңыздар да болады. Әр бөлігін алып, осылай қолымызбен домалақтап шығамыз. Біздің осы қамырларды жаюға ыңғайлы болу үшін осылай барлығын домалақтап, жарты сағатқа немесе 15 минутқа бет жауып қалдырып қойсаңыздар болады. Осылай барлығын дайындап алып, енді оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алып, ортасына начинкасын салып, пирожкимізді пісіретін боламыз. Қамырды жайған кезде жұқалығына мән беріңіздер, қалың болып қалмасын. Осылай орташа жұқа етіп, жарты ас қасық көлемінде начинкасын қатты толтырмай салып, осылай жан-жағын қолыңызбен осылай видеода көрсетілгендей түйіп, осылай дайындайсыздар. Өздеріңізге ұнаған форма берсеңіздер де болады. Осылай барлығын алдын ала дайындап, жарты сағатқа бетін жауып тағы да қалдырған болатынмын. Немесе 15 минутқа, асығыс болсаңыз 5-10 минутқа бетін жауып қалдырып, солай жасап көріңіз. Сол кезде пирожкилеріңіз жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын алдын ала жасап дайындап алдым. Пирожкилар дайын болды. Енді пісіріп алатын боламыз. Табамызға өсімдік майын құйып, қатты қыздырып, пісіріп жатқан кезде пештің астын жай басып, яғни орташа отта пирожкиларымызды екі жағы қызарғанша толықтай пісіріп алатын боламыз. Осылай бір беті қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып, осындай сарғайса жеткілікті орташа отта пісіріңіздер. Сол кезде қамыр болып қалмайды. Ортасы толық күшті болып пісетін болады. Қараңыздар, біздің пирожкилеріміз осындай күшті болып қызарып пісті. Енді майын жақсылап тұрып, осылай сүзіп
бөлек ыдысқа алып алатын боламын. Астына міндетті түрде салфетка төсеңіздер, артық майларын өзіне сіңіріп алады. Осылай пирожкиден қалған қамырды алып бауырсақ дайындадым. Қамыры көп болып кеткеннен кейін осылай бауырсақ пісірген болатынмын. Бір сөзбен айтқанда қамыр өте идеальный болып шықты. Кез келген осылай бауырсаққа да беляши пісіруге де жарай береді. Осылай бауырсақтарымыз үлпілде күшті болып пісіп шықты. Қараңыздар достар, біздің пирожкилеріміз бен бауырсақтарымыз дайын болды. Сондай дәмді, жұп-жұмсақ, әрі үлпілдек болып піскен болатын. Еш уайымдамаңыздар, ортасы шикі болып қалмайды, сондай дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз.